денсаулық өмір бұлағы және біздің бірінші байлығымыз демекші саулық тайм парақшасына бағдарламасына қош келдіңіздер. Сәлем достар. Бір кісінің ауырғанын айтқысы келмесе де, ол онсыз да көрініп тұрады, сол емес пе? Өйткені оның жүрісі де, түрі де оның бәрін сіздерге айтып тұрады. Өйткені ауырғанда адамның жаны ауырғаны соншалық. Сол үшін дәрі алуға қарағанда мұның бәрін алдын ала алу жақсы емес пе? Өзіңіз, болмаса біреу ауырған кезде біз көбінесе көптеген препараттарға жүгінеміз. Оның бәрі денсаулыққа да әсер етеді. Қарапайым тәсілдерді қолдануға болады, және де ең дұрысы алдын ала дәрігерге қаралған дұрыс. Біздің ақпаратты біз әртүрлі фактылармен, мәліметтермен, кеңестермен бөлісіп, шын жүректен сіздердің денелеріңіз сау болғанын қалаймыз. Сол үшін біздің саулық таймға қош келдіңіздер. Дайындалып тұрыңыздар, өйткені келесі минуттарда қызықты фактілерге ие боласыздар достар. Енді ең бірінші байлығымызды қолымызға алып, алға кеттік. Бізбен бірге болыңыздар. Подкастымыздың бүгінгі бөлімі ерлердің денсаулығына арналады. Менің атым Асет, мен сізді осы маңызды әңгімеге шақыруға қуаныштымын. Ерлердің денсаулығы бұл тек физикалық жағдай ғана емес. Сонымен бірге дененің жалпы әл-уақыты, психологиялық тепе-теңдік және әлеуметтік белсенділік. Бүгін біз ерлер денесінің денсаулығы үшін маңызды бірнеше негізгі тармақтарды қарастырамыз. Ерлердің денсаулығына қамқорлық жасаудың бірінші маңызды аспектісі салауатты өмір салтын сақтау, ұстану десек те болады. Тұрақты жаттығулар, дұрыс тамақтану, темекі шегуді доғару және алкогольден бас тарту. Ерлердің денсаулығының екінші маңызды аспектісі жүрек қан тамырлары жүйесіне күтім жасау. Жүрек ауыр ерлер арасындағы өлім жітімнің негізгі себептерінің бірі болып табылады. Сондықтан холестерин мен қан қысымының деңгейін бақылап отыру, үнемі жаттығулар жасау және қалыпты салмақ сақтау маңызды. Неге дейсіздер ме? Өйткені біздің Орта Азияда енді біз қазақпыз ғой деп не істейміз? Ет жейміз, май жейміз, ет жейміз және де көптеген майлы тамақтар жейміз. Оның бәрі біздің ағзамызға зиян келтіреді және де біздің енді сосудтардың арасында холестеринге толады. Сөйтіп холестерин ол арнайы енді былай пробка десек те болады. Пробка жаймен қан тамырлардың арасында жиналып, қан тамырлардың ары-бері өтуіне кедергі жасап, сол үшін давление болады. Кейін әрине басқа да қиындықтарға тап болады. Сондықтан майлы тамақтардан ұстануымыз керек. Ет жесек те әрине шөп-шалан жеуіміз керек. Шөп-шаланның бәрі біздге холестеринді енді азайтуға болмаса жоюға көмектеседі. Ерлердің денсаулығына қамқорлық жасаудың үшінші маңызды аспектісі онкологиялық аурулардың алдын алу. Бұл да мәселе сол емес пе? Бүгін көп адамдар онкологиялық ауруларға тап. Одан Құдай сақтасын әрине. Бірақ сақтансаң Құдай сақтайды деген босқа айтылмаған ғой. Сондықтан алдын ала арнайы шаралар қолданып денсаулығымызды күтсек, әрине өзіміздің денсаулығымызды көптеген жаман аурулардан сақтауға болады. Қуық асты безінің қатерлі ісігі, ұрық безінің қатерлі ісігі және өкпенің қатерлі ісігі ер адамдар кездесетін қатерлі ісік түрлері. Сол емес пе? Тұрақты медициналық тексерулер мен арнайы тексерістер қатерлі ісік ауруын оның ерте кездерінде анықтауға көмектеседі. Бұл сәтті емдеу мүмкіндігін арттырады. Неге бүгін көліктер жиі бұзылады? Өйткені көліктердің жүргізушісі, енді иелері көлік бұзылған кезде, болмаса жағдай бір нашарлаған кезде ғана арнайы сервистерге барып, соны жөндеуге тырысады. Бірақ енді уақыт аймамай енді арнайы уақыт бөліп болған. Мысалы, енді 2 айда бір арнайы диагностика жасап,
қалпы жағдайын біліп тұрса көліктің, кейбір нәрселерді мысалы мынау жақында істен шығады. Сондықтан қазір жөндеген дұрыс деп кеңесті ұстанып, соны ертерек жөндесе басқа нәрселерді сынбайды мысалы. Өйткені көлік жүргізушілері бүгін көлікті соншалық қинағаны, уақытсыз келгенде бір запчасть сынса, жәндегі тағы біреу, екіншісі сонымен көп шығынға ұшыранады. Сол секілді денсаулықта мысалы. Біз денсаулыққа қай кезде назар аударамыз? Денсаулығымыз нашарлаған кезде, қатты ауырған кезде, сол емес пе? Сондықтан алдын ала күтім жасау керек. Ерлердің денсаулығына қамқорлық жасаудың тағы бір маңызды аспекті зәр шығару жүйесінің денсаулығы. Ерлерде цистит, простатит және урология сияқты зәр шығару жолдарының аурулардың даму қаупі бар. Интимдік аймақтың гигиенасын, урологиялық зерттеулерді және дұрыс тамақтануды қадағалау маңызды. Біздің бағдарламалардың бірінде біз простатит жайлы айтқан едік. Бұндай тақырыптардан ер кісілер кішкене қысылады, қашқақтайды. Бірақ бұдан ұялу қажеті жоқ. Бұл денсаулық. Егер де бір мәселе болса, одан қысылмай, ұялмай әйеліңізге айтыңыз. Және де уақыт бар кезде, кеш болмай тұрып, дәрігерге көріну керек, арнайы дәрігерге. Соңғы бірақ кем дегенде психикалық денсаулық ерлердің денсаулығына қамқорлық жасаудың маңызды аспектісі болып та табылады екен. Ерлер жиі эмоционалды күйзеліске, депрессияға және алаңдаушылыққа тап болады. Бұл олардың жалпы денсаулығына теріс әсер етеді. Қажет болған жағдайда мамандардан көмек сұрау және стрессті тиімді жеңуді үйрену маңызды достар. Ерлердің денсаулығына қамқорлық жасау тек өзіне ғана емес, жақындарына және жалпы қоғамда да жауапты. Денсаулық ақшаға сатып алуға болмайтын ең құнды байлық екенін ұмытпаңыз. Сондықтан денсаулығыңызға көңіл бөліңіз және өзіңізді күтіңіз. Әрине, ерлер денсаулығының тағы бірнеше маңызды аспектілерін қарастырайық. Бұл біздің тыңдаушыларымызға олардың денесі мен рухына қалай күтім жасау керектігін жақсы түсінуге көмектеседі. Ерлердің денсаулығына қамқорлық жасаудың тағы бір маңызды аспектісі сүйектер мен буындардың денсаулығы. Ер адамдарда остеопороз және буын аурулардың даму қаупіне ұшырайды. Әсіресе олар қартайған сайын. Тұрақты жаттығулар, кальцийге бай тағамдар мен дәріменді сүйектер мен буындардың сау болғанын көмектеседі. Бұл жалпы айтып жатқан кеңестер, бұл достар жалпы кеңестер. Өзімізді күтетін, денсаулықты күту үшін дене шынықтыру жасау керек. Сол емес пе? Дұрыс тамақтансаңыз, осы және де зиян нәрселерден аулақ болсаңыз, қарапайым осындай нәрселер сіздерге денсаулығыңызды жақсы қалпына болуына көмектеседі. Назарларыңызға достар және уақытыңызды бөлгеніңізге рахмет айтқымыз келеді. Өйткені денсаулық өте маңызды. Жаңа айта кеткендей, оны ақшаға сатып ала алмайсыздар. Денсаулықты енді шеттен шығып, бірақ оны кішкене қалыпқа келтіруге болады, бірақ жаңа да денсаулықты жап-жаңа қылып қайтарамайсыздар. Сондықтан өздеріңізді күтіңіздер. Біздің парақшада қосымша тағы ақпараттар бар денсаулыққа қатысты. Оларды көріп, тыңдап, басқалармен де бөліссеңіздер болады. Тіркелмеген болсаңыздар, бізге тіркеліп қойыңыздар. Бізбенен хабарласам десеңіздер, бейнежазбаның бетінде де және бейнежазбаның астында да WhatsApp-қа арнайы номеріміз бар және де сілтемеміз бар. Соған өтіп, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Мінекей достар, уақытымызда шамалы болғандықтан аяғына келіп қалды. Бағдарламамыз сіздің денеңіздің денсаулығына қамқорлық жасау туралы осы негізгі ойлар сізге салауатты өмір салтын сақтанудың және денсаулықтың үнемі тексерудің маңыздылығын жақсырақ түсінуге көмектеседі деп үміттенемін. Қайтадан кездескенше сау болыңыздар достар, және де бақытты болыңыздар.